Okey, Ramina, ағылшын тіліндегі әріптерді бір қайталап көреміз, иә? Мен жазам, сен қандай әріп екенін толық көресің, ше ма? Көрініп тұр ғой, иә, саған? Мысалы, мына әріпті қалай атаймыз? Б, иә, би, өте тамаша. Ал мына әріпті ше? Си, С, иә, мысалы, иә, С. Одан кейінгісі, мына әріпті ше? X деп атаймыз, иә? Одан кейінгісі, мына әріп ше? Көріп аламыз. H, Одан кейінгісі, мына әріпті қалай атаймыз? Қалай атаймыз? Мінекей. Қалай атады екенбіз? Т, иә? Мына әріпті ше? М, иә? Ал мына әріпті ше? О, иә? Одан кейін мына әріпті ше? Z, иә? З. Ал мына әріпті қалай атаймыз? Р, иә? Өте тамаша. Ал мына әріпті ше? Жоқ, С емес. Қалай екен? Н, иә? Ал мына әріпті ше? Ай, Ал мына әріпті ше? С. Одан кейінгісі мынаны ше? Ю, иә? Тағы да бір-екі рет қайталауымыз керек сияқты, иә? Бір-екі рет қайталауымыз. Кейін екі сөзді қосып, екі әріпті қосып оқитын боламыз, иә?